Күйеуім болса да неге түсімде бұрынғы жігітім көре беремін деген сұрақ. Енді бұл мәселені айта кетейік. Біріншіден, тұрмыстағы әйел үшін ол адам сені сағынады, ойлайды деп жорамайды. Себебі осындай ойдың әсерінен қаншамадаған әйел баласы бұзылып, бір ғана түстің әсерінен бұзылып, қазіргі күйеуіне сезімі суып, бұрынғысы мен түсіме кіріп жүр, демек мен әлі сағынады, жақсы көреді деп, ортада отбасы бұзылып, бала жайына қалып, ақыр аяғында ана жігіт бұл келіншекті мүлде ойлап жүрген жоқ, бұл жігіт келіншек ажырасып ортада қалып жүр. Сондықтан бұл мәселені айта кетейік. Біріншіден, тұрмыстағы адам үшін ол бұрынғы жігіті түсіне кіріп жатса, ол қазіргі күйеуіне жорылатын болады. Мысал ретінде. Мысалы, осындай бір оқиғаға күйеуің саған ренжіп жүр, күйеуің саған разы, күйеуің сені жақсы көреді деген сияқты бұрынғы жігіттің түске кіру қазіргі күйеуіне жорылады. Екіншіден, тұрмыстағы әйел бұрынғы жігіттің түсінде көруі бұл естеліктер. Адам баласы түсінде тек өзінің өмірінде өткен оқиғаларды ғана көреді. Сондықтан да ол естеліктерді көріп жатыр қазіргі өмірінде. Мысалы, күйеуге тиді, балалы шағалы болды, яғни өзінің санасындағы бір мақсаттар орындалды. Енді зерігеді. Осы себепті ол түсінде көріп жатады. Енді жаңағы айтып өткендей, мен бұрынғы жігітім түсімде көрдім екен деп, сол жақтан бір мистика қызық іздеудің қажеті жоқ. Бұндай жағдайда тұрмыстағы әйел үшін ислам нәпси түс деген пәтуа берген. Қазақ түс түлкінің боғы дейді. Демек, кішкене өмірінде зерігу болған адам түсінде бұрынғы жігітін көріп жатса, түс түлкінің боғы ғой деп қоя салуы керек. Жаңа әңгімеміздің басында айтып кеткендей, сол түстің сезіміне еріп, мына күйеуімен быт-шыт болып, ананы іздеп кетудің қажеті жоқ. Бұл зиян. Біз бұл бұрынғы жігіт темасын үшке бөлеміз. Бірінші, тұрмыстағы әйел, екінші, жігіті бар қыз баласы, үшінші, жігіті жоқ қыз баласы деп. Біріншісін айттық. Екіншісі, қазір жігіті бар, бірақ бұрынғы жігіті түсіне кіре береді, мазалай береді. Неге? Бұндай жағдайда бұл некесіз қарым-қатынастың мақсаты анықталуы тиіс. Егер ол қыз баласы бұл жігітке екінші жігітпен жүріп жүрген себебі ана тастап кеткен жігіттен кек алу, қазір мен саған көрсетемін, мен саған қандай қыз екенін деген мақсатта болған болса, онда бұл жігітке сезім болмаған үшін жаңағы мақсаты ана жігіттің бұл қандай бақыт екенін көріп білу үшін болған себепті бұрынғы жігітін түсінде көре береді. Себебі оның ойы, ниеті сол болып тұр ғой, анадан кек алу. Осы себепті, яғни бұндай жағдайда сіз мына жігітіңізбен араңызды қарауыңыз керек болады. Тек қана бір жағдайда жігітпен сөйлесу керек, яғни тұрмыс құру мақсатында. Бұл екінші жағдай. Ал үшінші жағдайды айтатын болсақ, бұл жерде басы бос қыздар. Яғни, мысалы ретінде бұрынғы жігіті қазір оның түсіне кіріп жүр. Ол жігітпен айырылысқанына 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болды, яғни жылдар өтіп кетті дейік та. Түсіне кіріп жүр. Ондай жағдайда қаралады. Мына қыздың басы бос, ана жігіттің басы бос. Екеуінде де басы бос. Сондай жағдайда бұл қыз түсінде жігітін көріп жатса, бұрынғы жігітін, міне осы жағдайда екеуіне қосылуға, араласуға болады деген жору шығады. Мән беріңіз, бұл жору жаңағы алдыңғы екі категорияға жорылмады. Тек басыңыз бос болған кезде ғана жорылады. Себебі исламда отбасыны бұзуға, араны бұзуға, яғни біреудің сөз салып отырған жаңағы қалыңдығын бұзуға тыйым салынады. Осы себепті тек қана басы бос қыз баласы түсінде бұрынғы жігітін көріп жатса, онда оған қайтан іздеп, мысалы Инстаграм тауып, WhatsApp-ына жазып, хабарласып, жаңа қалайсың, мен сені түсімде көрдім деген сияқты әңгімесін бастап, егер оның да басы бос болу керек болатын болса, осыған жорылады. Ал қалған екі жағдайда ең әуелі айтатынымыз тұрмыстағы әйел үшін быпшиын, яғни бұрынғы жігітін түсінде көруін қатты бір алаңдаушылықтың қажеті жоқ. Бұл жерде бұрынғы жігіт деп айтылды, бұл бұрынғы күйеуге де қатысы бар болады.